Аумағы кең, тәуелсіз Қазақстанның дамуы көбінесе өңірлік деңгейдегі өзгерістерге байланысты. Бүгінде өсу орталықтары бірінші кезекте Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент. Қазақстанның географиялық ерекшеліктерін облыстардың даму индикаторы айқындайды. Агроөнеркәсіптік кешенде солтүстік өңірлер көш бастап тұр. Ауқымды өнеркәсіптік мүмкіндік оңтүстік өңірлерде бар. Алматы облысында елдегі жалғыз құрлық порты, Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағы орналасқан. Батыс өңірі мұнай химия кешені мен жоғары қайта бөлудің өндірістік циклдарын салуға инвестиция тартудың орталығына айналуы тиіс. Ақтөбе облысы хром қоры бойынша әлемдік көшбасшы. Маңғыстау облысы мұнай өңдеу орталығынан басқа Қазақстанның теңіз қақпасы болып табылады. Атырау өзінің бай минералдық шикізат базасының арқасында облыс экономиканы одан әрі әртараптандыру үшін жақсы әлеуетке ие болды. Қазба байлықтарға бай өңір Шығыс Қазақстан облысы. Мұнда титан, магний, тантал және атом энергетикасы үшін отын өндіріледі. Павлодар және Қарағанды облыстары еліміздің энергетикалық орталығы. Қазақстанның барлық көмір қорының 1/3-нен астамы дәл Павлодар облысында шоғырланған. Тұтастай алғанда, Қазақстан өңірлері реформа жылдарында көптеген көрсеткіштер бойынша ілгері жылжыды. Мамандардың болжамы бойынша экономиканың тұрақты өсуі жақын арада. Оның ішінде шетелдік инвестицияларды тарту есебінен де сақталады. Шексіз мүмкіндіктер мекені Қазақстанға қош келдіңіз.